Ассалаумағалейкум баршалықтарыңызға, барша студенттерге, оқушыларға, жалпы үйренуді мақсат тұтып келіп отқан адамдарға. Жақсы, біз бүгін бір модульді бастайын деп отырмыз. Бұл модуль Words of Action деп аталады, яғни етістіктер. Ағылшынша етістіктерді біз бұл модульде үйренетін боламыз. Жақсы, енді біздің бүгінгі бірінші сабағымыз әрбір сабақ әрбір етістікке байланысты арналады. Бүгінгі бірінші сабақ, бірінші lesson біз achieve'ге арнадық, achieve сөзін түсінетін боламыз. Жақсы, енді біз achieve сөзі кірісейік онда. Achieve оқылуы қалай болады? Achieve транскрипцияда көріп тұрғандарыңыздай achieve. To successfully reach a goal or complete something through effort, skill or courage. Яғни не дейді? Бір мақсатқа жету, көздеген мақсатына жету, мысалы үшін бір мақсатты істеймін деп тұрды, сол көздеген мақсатына жету. Осы бір жетуді біз achieve деп атайды екенбіз. Яғни қорытындылай келе, көздеген мақсатына жету дегенді білдіреді екен, achieve сөзі. Жақсы, енді біз келесіне келейік. Бізде achieve сөзінің қай тілден енгендігін түсінуіміз керек біз. Енді осыған байланысты мына бір падлетті ажайын мен. Қараңыздар. Achieve сөзі негізі қай тілден енген? Француз тілінен енген екен, Achieve сөзі француз тілінен енген сөз екен. Бұның француз тілдегі мағынасы achiever деген сөзден шыққан екен. Ол аяқтау, соңына дейін жеткізу деген сөз екен, Ағылшын тіліне қорытындылай келе, achieve сөзі француз тілінен енген сөз екен. Achiever деген сөз француз тілінде. Жақсы, енді біз синонимдер мен антонимдеріне келейік achieve сөзінің. Синонимдер ретінде біз accomplish сөзін айтсақ болады. Синоним ретінде. Accomplish бізде бұл не? Орындау. Орындау деген мақсат, орындау деген мағынаны береді. Қараңыздар, орындау, сәттілікке жету, жүзеге асыру. Бұл achieve'тің синонимдері. Accomplish, succeed, fulfill. Сіздер succeed деген сөзі achieve деген сөздің орнына қолдансаңыздар болады. Яғни жетістікке жеттім деген сөз. Achieve сөзі ол жеттім, алдым деген сөз ғой. Succeed ол жетістікке жеттім деген сөз. Енді қараңыздар, сәтсіздікке ұшырау, fail дейді. Бұл бізде қалай болады? Бұл бір нәрсені қайта кері орындай алмау. Fail. Бұл achieve-ге қарама-қарсы екен. Achieve жетістікке жету болса, fail жетістікке жетпеу, қайта керісінше құлау. Жақсы. Және abandon, give up. Осы сөздерді қолдансаңыздар болады. Келесі бізде антоним мен синонимдерін өттік. Келесінде бізде achieve сөзінің қолданылуына келейік. Контекстер. Қандай контексттерде бұл қолданылады? Жақсы, бірінші контекст қараңыздар. Ол мансаптағы жетістікке жету үшін көп жұмыс жасады. He worked hard to achieve success in his career. Ол success in his career, карьерасындағы жетістікке жету үшін, яғни жету үшін. He worked hard. Ол жақсы жұмыс істеді, өте жақсы жұмыс істеді. Екінші мысал, команда чемпионатты жеңіп алу мақсатына жетті дейді. The team achieved the goal of winning the championship. Яғни олар чемпионатты алды. Чемпионатты алу мақсатына жетті. Яғни олар чемпионатты мақсат еткен және соған жетті. Түсінікті. Жақсы, келесі, егер сен үнемі оқысаң жоғары баға аласың. Яғни жоғары бағаға жетесің. If you study consistently, you will achieve high grades. Егер сен табанды түрде оқысаң, сен еш қиыншылық, шаршау деген нәрселерге қарамай, ондай сезімдерге қарамай, сен оқысаң, онда сен жақсы бағаларды аласың. Немесе сол бағаларға жетесің. Бұл контекстіде түсіндік. Яғни аласың деген сөзі аударған екен. Жақсы. Енді келесі сөзге,
яғни келесі нәрселерге өтейік. Қараңыздар, мына жерде біз айтсақ болады. Ең соңынан бастайық. True or false, яғни шын немесе өтірік. Енді бізге бір сөйлем беріп тұр, соның шын өтірігін анықтайықшы. Achieve can only be used in personal accomplishments. Achieve сөзі тек қана адамның орындауларына ғана байланысты дейді. Achieve сөзі тек қана адамның орындауларында ғана қолданылады дейді. Бір нәрсені орындауда ғана қолданылады дейді. Мысалы, бір нәрсені орындай алуында ғана, яғни орындауында қолданылады. Мысал қараңыздар. Бұл жерде не деп тұр? Варианттар true, false. Әрине бұл шындық. Жаңағыдай айтып кеткенімізде бір мақсатқа жету, яғни бір нәрсені орындау. Әрине бұл бізде шындық, true болады. Келесі. Which of these can you achieve? Яғни сен бұлардың қайсысына жете аласың дейді. Қайсысына жете аласың дейді. Which of these can you achieve? A personal goal, a project deadline, academic success, all of the above. The personal goal бұл адамның өзінің мақсаттары, project deadline бұл проектіні бітіру, academic success бұл академикалық, яғни оқудағы жетістік, бұның бәріне жетуге болады. Вариант дұрыс, бұның бәріне жетуге болады. Келесі. What kind of feeling does the word achieve typically represent дейді. Achieve сөзі қандай сезімдерді, қандай сөздерді, яғни қандай сезімдерді көрсетеді дейді. Қараңыздар. Disappointment, разочарование. Үмітін ақтамау, disappointment. Joy and success, яғни удача, жетістік және қуану, Sadness, көңілсіз жабырқау. Failure, бұл жерде сәтсіздік. Әрине, бұл бізде Б варианты дұрыс болады. Келесіне өтейік. Which situation does it represent achieving something? Яғни бір нәрсеге жетуді қандай ситуация жақсы көрсетеді, Қараңыздар. Giving up on your goals. Or working hard and reaching a goal. Quitting when things get hard. Avoiding any challenges. Жақсы. Бұл жерде қалай болып тұр? Бұл жерде achieving something, бір нәрсеге жетуді қайсысы вариант жақсы білдіреді? Әрине Б варианты. Working hard, жақсы жұмыс істеу, және мақсатыңа жету. Бұл жерде біз Б вариантын белгілейік. Келесі. Complete the sentence after years. Complete the sentence. After years of hard work, she was able to achieve her dream of becoming a doctor, Бұл жерде қалай болды? Олар, яғни ол мақсатына жете алды дейді. Қашан жете алды? Яғни бірнеше жыл жұмыс істеуден кейін ол мақсатына жете алды. Жақсы жұмыс істеуден кейін ол мақсатына жете алды. Яғни доктор бола алды. Бұл жерде біз achieve сөзін, яғни жетті деген сөзді қолданысақ болады екен. Келесі. What is the antonym of achieve? Achieve сөзінің антонимі қайсысы дейді. Try, win, fail, complete. Біз айтқанда achieve жетістікке жету болса, fail жетістікке жетпеу, керісінше құлау. Әрине fail. Жақсы. Келесі. Which of the following is a synonym of achieve? Мына көрсетілген синонимдердің қайсысы, мына көрсетілген сөздердің қайсысы achieve'дің синонимі болады дейді. Әрине succeed, яғни жетістікке жету, яғни жетістікке жету. What does the word achieve mean? Achieve сөзі нені білдіреді дейді жалпы. To fail at something, бір нәрсеге сәтсіздікке ұшырау. To reach a goal through effort, бір нәрсеге жету, күш салу арқылы жету. Әрине бір нәрсеге күш салу, яғни күш салып жету,
бір нәрсені істеу үшін күш салып, яғни күш салып бір нәрсеге жету. Өзім шатасып қалдым ғой. Achieve сөзі көбінесе неге қатысты қолданылады дейді. Әрине мақсаттар мен нәтижелер. Сен бұны тек біріне айтып отыр, мақсатқа жету үшін ғана қолдан. Жету деп тұр ғой бұл жерде. Яғни мақсатыма жеттім деген кезде, сен жеттім деген сөзі achieve сөзі. I achieved my goal. Achieved my goal. Achieve сөзінің мағынасына ең жақын сөзі табыңыз дейді. Achieve сөзінің мағынасына ең жақын сөз әрине сәттілікке жету. Мынау елемеу, neglecting бұл басқа нәрсе. Болдырмау бұл басқа нәрсе. Сәтсіздікке ұшырау бұл басқа нәрсе. Сәттілікке жету бізде болады. Жақсы. Біз бәрін орындадық. Ал енді қорытындылай келе не айтсақ болады? Achieve сөзі жету дегенді білдіреді. Жету деген сөз. Яғни күш салу арқылы, немесе тырысу арқылы мақсатыңа жету, немесе көздеген нәрсеңе жету, немесе көздеген нәрсеңді алу. Осы контексттерде сіздер achieve сөзін қолдана аласыздар. Түсіндіңіздер ме? Ал жақсы, баршаларыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға енді сау болыңыздар.